Біз бүгін омыртқалы жануарлардың қан айналым жүйесін ары қарай жалғастырамыз. Өткен сабақта біз қос мекенділердің қан айналым жүйесімен танысқанбыз. Ал қазір біз жорғалаушылардың қан айналым жүйесімен танысамыз. Негізінен қос мекенділер мен жорғалаушылардың жүректері ұқсас. Яғни бұлардың қуыстары ұқсас. Есімізде бақаның жүрегі 3 қуысты болған. Ал жорғалаушылардың да жүрегі 3 қуысты. Бір қарынша, 2 құлақшадан тұрады. Бірақ олардың бақадан ерекшелігі бар. Яғни жорғалаушылардың жүрек қарыншасы жартылай пердемен 2 бөлімге бөлінеді. Бірақ перде қарыншаны толық бөлмегендіктен артериялық қан мен веналық қаны аз мөлшерде болса да араласады. Сондықтан қос мекенділер мен жорғалаушылардың ағзасында зат алмасу баяу жүреді. Дене температурасы тұрақсыз, қоршаған орта температурасына тәуелді болады. Сондықтан бұл жануарлар солтүстіктерде сирек таралған. Бақалар мен жорғалаушыларды, яғни қос мекенділер мен жорғалаушыларды салқын қанды жануарлар деп атайды. Омыртқалы жануарлардың қан айналу жүйесін ары қарай жалғастырамыз. Қазір құстар мен сүтқоректілердің қан айналым жүйесінің ерекшеліктерімен танысамыз. Негізінен құстар мен сүтқоректілердің жүрегі 4 бөлімді болады. Яғни 2 құлақша, 2 қарынша. Жүрек қарыншасының пердесі оны толық 2 бөлімге бөліп, қан араласпайды. Дене мүшелеріне таза артерия қаны таралып, өкпеге көмір қышқыл газіне қаныққан вена қаны келеді. Бұл жануарларда зат алмасу процесі қарқынды жүреді. Дене температурасы тұрақты. Қоршаған орта температурасына тәуелді емес. Сондықтан құстар мен сүтқоректілерді жылы қанды жануарлар деп атайды. Олар жер бетіне өте кең тараған. Естеріңде болса, қос мекенділер мен жорғалаушылар салқын қанды жануарлар дейтінбіз. Және олар солтүстікте аз таралған болатын. Енді бүкіл жануарлардың қан айналым жүйесіне шолу қайтадан жасап шығайық. Шұбалшаң, тұйық қан айналым жүйесі. Шұбалшаңда қан айналым жүйесі әр буылтықта жеке болады. Арқа және құрсақ қан тамырларынан тұрады. Ұлу, шаян тектестер, өрмекшілердің қан тамыры ашық жүйелі. Оның ішінде ұлудың жүрегі 2 бөлімді, шаян мен өрмекшінің жүрегі 1 бөлімді. Балықтың жүрегі 2 қуысты, 1 шеңберлі. Қос мекенділердің жүрегі 3 қуысты, 2 шеңберлі. Балықта 1 шеңбер болса, қос мекенділерде алғаш рет кіші қан айналым шеңбері пайда болған. Жорғалаушылар жүрегі 3 бөлімді, шеңбер 2. Ал құстар мен сүтқоректілердің жүрегі 4 бөлімді, 2 қан айналым шеңбері бар.